шаршау ол бітпейді, бола береді. Толқындар сияқты, бірінен соң бірі. Солардың барлығына біздер шыдап берсек, Алла разылығы үшін. Сен шыдап берсең, оның сыйы жәннат болады. Сабырлықпен Аллаға ұнайтын істерді жасап өтсек, Алла Тағала саған жәннатты нәсіп етсін. Әмин. Бүгін біздер ұйықтар алдында бетті тазалауымыз керек. Тазалық иманның жартысы. Сол себептен тазалыққа үлкен мән берілу керек. Давай сенің бетіңе бір мән берейік. Қарайық. Жалпы бет енді қазір көктемгілік уақыт болғасын әрине шаршайды, құрғайды. Қазіргі көктемде ерекше күтім керек. Былай жаман емес. Бірақ осы халден жақсарту үшін, болмаса осы халді ұстап қалу үшін біздер күтім жасаймыз, хорошо? Күнде тек қана жалғыз сумен емес, басқа да бет күтіміне түрлі шараларды жасаған жақсы. Ал бисмилля, біздер әуелі бетті тазартып сүртіп алайық, хорошо? Себебі ол бет біздің әйел адамның визитный карточкасы. Бет таза болған жақсы. Ол деген еще самооценкаге де әсерін тигізеді. Әрине әйел адам сұлу болғысы келеді, келісесің ба? Сен де сұлусың, әдемісің. Бірақ бетті күтіну керек. Айтып тұрғанымдай, бұл дүнияда бір нәрсені жасап, содан кейін жасамайым деген жоқ. Біздер ақырғы деміміз таусылғанша әрекет үстінде боламыз. Ол құлшылығымыз болсын, дүнияуи ісіміз болсын, ешқашан біз тірі болған кезде тоқтамайды. Сол себептен бетіңе сол бір тоқтамайтын әрекеттердің бірі жасайық, хорошо? Так, бисмилля, бастаймыз. Әдеттегідей ватный дискілер. Бұны мен ең қызығы күйеуімді магазинге жұмсаған кезде бұл дискіні ватный тампоны деп айтқанмын ғой. Ватный тампон алып кел деп. Күйеуім іздеген жүрген, жоқ, ондай таппай жатырмын дейді. Айтам, қалай ватный тампон жоқ? Сөйтсем ватный диск екен ғой. Бұл дүнияда біз білетінімізден білмейтініміз көп. Тоқтаусыз білім ала береміз. Жалпы бетіңе сондай бір сапалы бет күтімдерін таңдауға тырыс, хорошо? Мен саған ең сапалыларын пайдаланам. Менің саған кеңесім көп анандай тоналка деген, тағы қандай сондай көп пайдалана бермей, олар деген бет терісінің андай пораларын жауып тастайды.
жалпы сен сұлусың, бетің де таза, әдемі. Алла берекет берсін. Ұйықтар алдында осындай процедураларды жасап жатқан жақсы болады. Қазір білінбеуі мүмкін, бірақ болашақта осының жемісін міндетті түрде көресің. Себебі адам жыл өткен сайын жасармайды, бірақ жастық шақты по максимуму ұзартуға болады. Соның бірден бір себебі осы бет күтімі, бет тазалығы. Хорошо. Машалла. Енді шамалы кепсін. Так, бұл біздер тоникпен тазартып алдық. Енді біздерге сыворотка керек болады. Негізінде менің бір байқағаным, кремге қарағанда, крем для лицадан қарағанда сывороткалар жақсы. Бұлар тез сіңіп кетеді, андай былжырап тұрмайды. Сосын более-менее бір сапасы ма, бір эффектісі ма жақсырау болады негізінде. Так, бисмилля. Так, бисмилля. Жақсылап тұрып сіңдіртіп алайық. Машалла. Кәдімгідей бет жылтырап қалды. Енді жайменде ернімізге де смягчающий жағып қояйық. Қазір көктемнің желдері кәдімгідей жарып жібереді.